Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, суретке қарайықшы. Бұл кім? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бұл Шоқан Уәлиханов, қазақтың тұңғыш ғалымы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұңғыш ғалым. Сабақтың мақсаты оқыған мәтіннің жанры мен түрін ажырату, жаңа сөздермен танысу, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру. Енді балалар, Шоқан кім деген сұраққа жауап беріп көрейік. Шоқан кім? Тұңғыш ғалым, дарынды зерттеуші, білімді зерттеуші және зерттеу жасауды өте жақсы көрген екен. Енді Шоқан Уәлиханов туралы қысқаша мағлұматқа назар аударайық. Шоқан Мұхаммед Қанафия шын аты Уәлиханов 1835-1865 жылдары Қостанай облысы Қосмұрын жері Шыңғыс Сұлтанның отбасында дүниеге келген. Жаңа сөздер. Жаңа сөздерді мұқият тыңдаймыз. Тұңғыш, первый, зерттеу, изучать, исследовать, білімді, образованный, ғалым, ученый. Балалар, жаңа сөздердегі қазақ тіліне тән дыбыстарды тауып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Қызылмен жазылған бұл дауысты дыбыстар, ал көкпен жазылғандар бұлар дауыссыз дыбыстар. Яғни дауысты дыбыстар О және Ә, ал дауыссыз дыбыстар Н және Ғ. Жарайсыңдар, балалар. Енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді мұқият тыңдаймыз, содан кейін өз беттерімен оқып шығыңдар. Бала Шоқан әдепті, ақылды бала болды. Ол Ресейдің кадет корпусында оқыды. Шоқан зерттеу жасауды сүйетін. Оқып жүрген кезінен ақ ол халық жырлары мен аңыз әңгімелерін жинады. Саяхатшылардың өмірі мен ісі туралы жазылған еңбектерді қызығушылықпен оқыды. Шоқан ұстаздарынан көп білім алды. Ұстаздары да Шоқанды дарынды, білімді бала ретінде бағалады. Шоқанның досы көп болды. Балалар, енді мәтінді өз беттерімен оқып шығыңдар. Сұрақтарға жауап берейік. Шоқан Уәлиханов кім? Бала Шоқан қандай болды? Ол қайда оқыды? Шоқан нені сүйетін? Кейін Шоқан Уәлиханов қандай адам болды? Ал енді балалар, орнымыздан тұрып, сергіту жаттығуын жасайық. Қашан қазақ атандым мен азамдап, әлі күнге білмейсің, ей адамзат, адамзат есіміне береді бала жасың түбі тасты шұқыған кей азамат. Ару жолда мауыл терде бала берде, уайым түбі теңіз ғой, бара берме. Шегер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп төгіл қарал елге. Баш шіркін бүгін десең мен қазақтың мұңыры, мұң керек.
Жарайсыңдар балалар, орындарына отыра берсеңдер болады. Енді келесі тапсырма, жазбаша тапсырма. 42-ші бетте көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазуымыз керек. Балалар, төменде керекті сөздер берілген, сол сөздерді мағынасына қарай жазасыңдар. Бұл тапсырманы жазбаша орындаймыз. 6-ші тапсырма, 42-ші бет. Орны ауысқан әріптерді орнына қойып дұрыстап жазуымыз керек. Енді жазғандарыңды дұрыс жауабымен тексеріп көріңдер. Жарайсыңдар балалар, сендер де осылай дұрыс жазды деп ойлаймын. Үйге тапсырма, жаңа сөздерді жаттау және мәтінді аудару. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді осы 2 смайлик арқылы көрсетесіңдер. Егер сабақ түсінікті әрі қызықты болса, 1-ші смайликті таңдаңдар. Ал егер сабақта қиындықтар туындаса, 2-ші смайликті таңдап, менің WhatsApp желісіме жібересіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.